Құрметті тыңдармандар, бүгін Жүсіп пайғамбардың қиссасының екінші бөлімі. Бүгінгі тақырып уәзірдің әйелі Зылиха мен Жүсіп пайғамбардың арасындағы оқиға баяндалады. Каналды қолдау мақсатында видеоны соңына дейін қарап тіркелуді ұмытпаңыздар. Юсуф пайғамбар мінгескен керуен Мысырға келеді. Мысырда Мысыр қазынасының уәзірі оны сатып алады. Мысырдағы оны сатып алған кісі әйеліне: "Оған құрметпен қара, мүмкін бізге пайдасы тиер, немесе бала қып алармыз" дейді. Бұл кезде ол уәзірдің балалары жоқ егде тартқан кісі еді. Юсуф оның үйінде баласы сияқты тәрбиеленеді. Есейген кезінде уәзірдің сарай ісімен шұғылданатын болады. Бұл туралы Құранда. Осылайша Юсуфты ол жерге орналастырып, оған түстердің жоруын үйреттік. Аллах өз ісіне үстем, бірақ адамдардың көбі білмейді делінген. Юсуф бұзықтық пен пұтқа табынушылықтан аулақ, ізгі жігіт болып өсті. Алла тағала оған билік берді. Ол уәзірдің сарайына басшылық ете бастады. Сондай-ақ оған білім беріп, адамдардың ең білгіріне айналды. Алла тағала Құранда: "Ер жеткенде оған билік пен білім бердік. Игілік істеушілерді осылай марапаттаймыз" деген. Осындай қасиеттерге ие жігітке уәзірдің әйелінің көңілі ауа бастайды. Юсуф тұрған үйдің әйелі оның көңілін өзіне тартпақ болады. Сонда оның жасы 17-де еді делінген. Ол өте көрікті жігіт болып өскен еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Миғражда Юсуф пайғамбармен жолыққаны туралы хадисте былай дейді: "Шынында оған сұлулықтың тең жартысы берілген екен, яғни адамның сұлулығының жартысы." Уәзірдің әйелі бұл сұлулықтың сынағына шыдай алмай, Юсуфты түрлі тәсілдермен өзіне тарта бастайды. Бұл туралы Құранда. Юсуф тұрған үйдің әйелі оның көңілін өзіне тартпақ болды да, есіктерді бекітіп: "Қане, кел бері" деді. Юсуф: "Аллахтан пана сұраймын, ол күйеуің, қожайыным, мені жақсы орынға қойды. Шын мәнінде залымдар құтылмайды" деді. Зинақорлық зұлымдыққа жатады. Алла тағала оны істеген адамдарды құтқармайды. Юсуф оны әуелден-ақ қайтарды, және оған бөтен ойы да болмады. Өйткені Аллах тағала оған даналық пен білім беріп, игілік істеушілерден деп атады. Сондай-ақ ол өзіне көрсетілген құрметке қарсы мұндай бұзықтық жасаған кісінің ешқашан табысқа жетпейтіндігін білетін. Алла тағала Құранда. Расында әйел одан ой қылды. Егер Раббысының дәлелін көрмесе, Юсуфты одан ой қылған болар еді. Одан жамандық пен арсыздықты бұруымыз үшін осылай еттік деген. Яғни уәзірдің әйелімен зина жасау Юсуфтың қаперіне де келмеді. Алла тағала жамандықты оның ойына да келмейтін етіп қойған. Ол Юсуф туралы: "Өйткені ол ықыласты құлдарымыздан еді" дейді. Бірақ уәзірдің әйелі алған бетінен қайтпай, Юсуфке жақындап оған жабыса бастады, және Юсуфтың қашқанына қарамастан артынан жүгірді. Аллах тағала бұл оқиғаны баяндап: "Екеуі есікке жүгірді де, әйел оның жейдесін арт жағынан жыртып алып қалды" деген. Яғни Юсуф есікке ұмтылды, бірақ есік құлыптаулы болатын. Ол есікті ашуға әрекет жасады. Уәзірдің әйелі болса оған жабысып, бері тартқанда көйлегінің арқа тұсы жыртылып, әйелдің қолында қалып қойды. Сол сәтте есік сыртынан ашылып, ішке уәзір кіріп келді де, сәнденген сұлуланған әйелінің Юсуфқа жабысып жатқанын көрді. Ол екеуі оның күйеуін есік алдында жолықтырды. Сол уақытта әйел бірден өз басын қорғауға көшіп, әйеліне жамандық ойлаған біреудің жазасы абақты немесе жан түршігерлік азап деді. Яғни уәзірдің оны өлтіруінен қорқып, дереу жазасын өзі айтты. Өйткені ол Юсуфтың ататын. Сонда Юсуф та басын арашалады. Бұл туралы Құранда. Ол көңілімді өзіне тартпақшы болды деді. Сонда әйел жағынан бір айғақ: "Егер Юсуфтың жейдесі алдынан жыртылса, әйел рас айтты да, ол өтірікшілерден болмақ. Ал жейдесі артынан жыртылса, онда әйел жалған айтты да, ол рас айтушылардан" деп куәлік берді. Сонда оның жейдесінің артынан жыртылғанын көрген күйеуі: "Міне, бұл сендердің әйелдердің қулықтарың. Расында сендердің әйелдердің қулықтарың зор" деді. Сосын уәзір: "Юсуф, мұны қоя сал.
деп әйеліне. Сен күнәң үшін кешірім тіле, расында сен қателестің деді. Бұл ар-намысына көңіл бөлетін адамның сөзі емес еді. Бұл хабар тарап кетіп, әйелдер уәзірдің әйелін өсек қыла бастады. Қала әйелдері уәзірдің әйелі қол баласына көңіл қойып, оны махаббат билепті. Әлбетте, біз оны ашық адасуда көреміз десті. Әйелдер оны басқа қызметкер құлға көңіл қойған үшін айыптады. Бұл әңгіме уәзірдің әйеліне жетті. Ол әйелдердің өзін сөз қылғанын естігенде шақыру жіберіп, оларға сүйеніп отырасын төсек әзірледі. Әрбіреуіне пышақ беріп, Юсуфқа шық, оларға көрін деді. Жеміс кесіп жеп отырған әйелдер көрген сәтте оны зор көріп, естері шығып өз қолдарын турай бастады. Уа Аллах, мынау адам емес, бұл құрметті бір періште ғой десті. Сонда уәзірдің әйелі: ал міне, мен өсектегендерің осы. Расында мен оның көңілін қаладым. Сонда да өзін арлы ұстады да, және де ол бұйырғанымды орындамаса, абақтыға салынып қор болады деді. Енді оған әйелдердің барлығы жабысты. Олар Юсуфтың көркіне мас болып, ар-ұяттан жұрдай айырылды. Сөйтіп, барлығы оны ханымына құлақ асып, оның айтқанын орындауға үгіттей бастады. Әйелдер жан-жағынан азғырып жатқан кезде Юсуф былай деді: Раббым, бұлардың шақырғандарынан маған абақты жақсырақ. Егер бұлардың сұмдықтарын менен қайтармасаң, оларға бейімделіп надандардан боларым дейді. Сөйтіп, Юсуф өңшең жоғары таптағы әйелдер итермелеген арсыздықтан бас тартты. Сондықтан да көптеген ғұламалар пайғамбарымыздың төмендегі хадисін түсіндіруде Юсуфке қатысты осы оқиғаны тілге тиек етеді. Аллах өзінің саясының басқа көлеңке болмайтын күні 7 адамды өз саясына көлеңкелетеді. Олар әділетті басшы, оңашада Аллахты еске алып көз жасын төккен кісі, одан шықса қайтып оралғанға дейін жүрегі мешітке байланған кісі, яғни есіл дерті мешітке ауып тұратын адамды, Аллах үшін бір-бірін жақсы көріп, ол үшін бас қосып, ол үшін тараған 2 кісіні, садақа беріп, оны сол қолы оң қолының жұмсағанын білмейтіндей дәрежеде жасырған кісі, және Аллахтың ғибадатында өскен жас жігіт және дәрежелі сұлу бір әйел зина жасауға шақырғанда мен Аллахтан қорқамын деген кісі деп айтқан. Сөйтіп, Юсуф әйелдердің тұзағынан құтылды. Оны Аллах тағала сақтады. Сонда Раббысы тілегін қабыл етіп, одан әйелдердің арамзалықтарын қайтарды. Өйткені ол бәрін естуші, бәрін білуші. Бұл хабар елге тез тарап, адамдар уәзірдің әйелін өсек қыла бастады. Сонда уәзір мен әйелі ақылдаса отырып, елге Юсуфты кінәлі көрсету мақсатында оған жала жауып абақтыға тастады. Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне де разы болсын, уәзір Юсуфты есекке отырғызып, қаланы айналдырып шығуды бұйырды. Оған Мысыр базарларында барабан соғылып, Ибрандық Юсуф өз ханымын қалады, ал оның жазасы абақты деп жар салды делінген. Алла тағала бұл туралы Құранда: сонан соң оларға дәлелдер келтіргеннен кейін де оны бір мерзімге дейін абақтыға салды. Юсуфпен бірге 2 жігіт абақтыға кірді дейді. Олар абақтыда Юсуфтың ізгі қасиеттерінің, әдептілігінің және Аллахқа деген құлшылық ғибадатының куәсі болды. Ол екеуі бір күні түнде түс көрді. Ұйқыдан тұрып Юсуфқа, ол екеуінің бірі: мен түсімде шарап сыққанымды көрдім деді. Екіншісі: мен төбеме нан көтеріп жүр екенмін, одан құстардың шоқығандығын көрдім деді. Бізге бұл түстердің жоруын айтып бер, күдіксіз біз сені игілік істеушілердің санатында көреміз дейді. Юсуф екеуіне: сендерге азық болар тамақ келмей жатып, екеуіңе оның жоруын айтып беремін. Бұл маған Раббымның үйреткендерінен. Шынында Аллахқа сенбеген және ақырет күніне қарсы келген бір елдің дінін тастадым. Аталарым Ибрахим, Исқақ және Яқубтардың дінін ұстандым дейді. Сөйтіп, Юсуф оларға өзін таныстырды. Олар Ибрахимді білетін. Сосын Юсуф ол екеуіне уағыз насихат айтып: біздің Аллахқа ешбір серік қосуымыз тиіс емес. Бұл бізге әрі адам баласына Аллахтың бір мархабаты. Бірақ адамдардың көбі шүкіршілік қылмайды. Ей, абақтыдағы жолдастарым, бөлек-бөлек Раббылар жақсы ма, әлде жалғыз
бәрін бағындырушы Аллах па? Сендердің одан өзге табынғандарың өздерің мен аталарың атаған жалаң аттар ғана. Аллах оларға табынуға қатысты ешбір дәлел түсірмеген. Үкім Аллахқа ғана тән. Ол өзіне ғана құлшылық қылуларыңды бұйырған. Міне осы тура дін. Бірақ адамдардың көбі білмейді деді. Сосын олардың түстерін былай деп жорыды. Ей абақтыдағы жолдастарым, біреуің қожайынына шарап құяды, ал басқа біреуің дар ағашқа келіп, басын құс шоқиды. Міне екеуің жоруын сұраған іс осылайша бітті. Ол құтылады деп ойлаған екеуінің біріне. Қожайынның жанында мені ескер деді. Яғни қожайынның алдында шарап құюшы болып жүрген кезінде мені оған айт дейді. Менің кінәсіз екендігімді жеткіз дейді. Расында да олардың бірі дар ағашқа керіліп өлтіреді, ал екіншісі абақтыдан шығып патшаның шарап құюшысы болады. Бірақ ол Юсуфтың тапсырмасын ұмытып кетеді. Алла тағала бұл туралы Құранда. Сонда шайтан қожайынның алдында еске алуды ұмыттырды да, сондықтан Юсуф бірнеше жыл абақтыда жатып қалды деген. Сонымен Юсуф 7 жыл абақтыда жатты делінген. Бұл оның өмір жолындағы тағы бір сынақ еді. Осылайша күндер жалғасып өте береді. Бір күні елдің патшасы түс көреді. Ол түсімде 7 семіз сиырды, 7 арық сиыр жеп жатқан және 7 жасыл сабақтар мен тағы сондай қурағандарды көрдім. Ей ағалары, егер түс жоритын болсаңдар, менің түсімді жорыңдар дейді. Олар болса, бұл шымшытырық бір түс екен, біз мұндай түстердің жоруын білмейміз дейді. Сонда ол екеуінің құтылғаны, яғни шарап құюшы бір талайдан кейін Юсуфты есіне алады. Мен сендерге оның жоруының хабарын беремін, дереу мені абақтыға жіберіңдер дейді. Ол Юсуфқа барып, ей шыншыл Юсуф, бізге 7 семіз сиырды, 7 арық сиырдың жеуін және 7 жасыл сабақ пен қурағандары жайлы жорып бер дейді. Олардың да оны білулері үшін адамдарға қайтып барайын дейді. Юсуф 7 жыл әдеттегінше егін егесіңдер де, сонда орғандарыңды бастырмай, сабақтарында қойып, тек аздап жейтіндеріңді ғана аласыңдар. Тағы бұдан кейін 7 қатты ашаршыл жыл келеді. Сонда сақтағандарыңнан азырақ алып қалып, бұрыннан сол үшін жинағандарыңды жейсіңдер. Ал бұдан кейін адамдар жаңбырға кенеліп, онда жемістердің суын сығатын жыл келеді дейді. Юсуф түсті жорып қана қоймай, онда аян етілген аштықтан қалай құтылу жолында үйретті. Сөйтіп шарап құюшы бұл хабарды патшаға жеткізді. Мұндай жоруға дән риза болған патша, оны маған алып келіңдер дейді. Патшаның елшісі Юсуфқа келіп, өзімен бірге қожайынның алдына баратындығын айтты. Бірақ Юсуф абақтыдан шығудан бас тартты. Ол абақтыдан толықтай ақталып қана шыққысы келетіндігін айтты. Шабарман келген кезде Юсуф, қожайыныңа қайтып бар, қолдарын тураған әйелдердің мақсаттары не екен? Соны сұра, күдіксіз Раббым олардың қулықтарын толық біледі деді. Елші қайтып патшаға келіп, арада болған әңгімені айтып берді. Сонда патша уәзірдің үйінде Юсуфты көрген әйелдерді жинап, Юсуфтың көңілін ауламақшы болғандарың не жағдай деп сұрайды. Әйелдер, Аллах сақтасын, оған байланысты ешқандай жамандық білмедік дейді. Уәзірдің әйелінде, міне, шындық ортаға шықты, оның көңілін аулауды қалаған мен едім. Расында ол анық шыншылдардан еді. Бұл оған астыртын қиянат қылмағанымды білу үшін. Күдіксіз Аллах қиянатшылдардың қастығын жөнге салмайды. Нәпсімді ақтамаймын. Расында нәпсі жамандыққа бұйырады. Бірақ та Раббым рақымшылық қылса, ол басқа. Күдіксіз Раббым өте кешірімшіл, ерекше рақымды дейді. Сонда Юсуфтың кінәсіз, білімді әрі дана жігіт екенін біліп, патша оны маған алып келіңдер, оны өзім үшін арнаулы адам қылып алайын дейді. Юсуфпен әңгімелескеннен кейін патша оның әйелдер сипаттағаннан да артық екендігіне көз жетеді. Патша Юсуфпен сөйлескен кезде, әрине, бүгін алдымызда елеулі орның мен сенімің бар дейді. Юсуф патшаға, мені жер қазыналарына басшы қыл, өйткені мен оны сақтауды білемін дейді. Юсуф мемлекет қазынасын орынды жұмсаудың жолын білетін. Алла тағала бұл туралы Құранда. Міне, осылайша Юсуфты ол жерге орналастырдық. Қалаған жерінде отыра алады. Біз
қалағанымызды мейірімімізге бөлейміз, сондай-ақ игілік істеушілердің еңбегін зая қылмаймыз. Әрине, иман келтіріп тақуа болғандардың ақыреттегі сыйлығы тағы жақсы деген. Сонымен Юсуф мемлекет істеріне басшылық жасай бастайды. Патша оған билікті түгелдей сеніп тапсырып қойды. Молшылық жылдардың түсісімен Юсуф мүмкіндігінше пайдаланып дәнді дақылдар мен азық-түліктерден қор жинайды. Келесі қиссаның 3-ші бөлімі Жүсіп пайғамбардың билік кезінде өзінің туған бауырлары мен әкесін кездестіру жайлы болады. Өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Егер де сіздерге шығарылымдар ұнап жатса, қолдау мақсатында лайк басуды ұмытпаңыздар.